Төрткүл дүние спортшылары Түркістанда рухани шаһарда халықаралық Түркістан марафон 2022 сайыс өтті. Оған облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының ұйымдастыруымен болған. Жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен 2000-ға жуық спортшы қатысты. Одан бөлек Өзбекстан, Қырғызстан және Түркия секілді көрші мемлекеттерден келгендер де аз емес. Спорттық шара жас ерекшеліктеріне қарай 3, 10 және 21 шақырым қашықтық бойынша өткізілді. Жеңімпаздар осы 3 қашықтық бойынша анықталады. Ал жүгіру үшін спортшыларға Бекзат Саттарханов көшесінің бойы берілді. Ең қызығы, әр қатысушыға берілген нөмірдің астына чип-тайм қондырғысы қойылады. Ол төрешілердің жұмысын жеңілдетеді дейді. Қазіргі уақытта заманауи чип-тайм системасы бар. Чип-таймда барлық адам жүгіріп шығып кеткен уақыты алынады. Барлықтардың номерлерінің астында чип уақыттары бар. Сол жүгіріп кіргеннен кейін уақыттары тоқтатылады. Заманауи технологиямен бекітілген. Таңғы сағат 9-да басталған спорттық шарада өз мәресіне жетті. Аталған сайыста қыздар да жігіттерден қалыс қалмады. Олардың бірі 3 шақырым қашықтықты бағындырып, бірінші орынды иеленген шымкенттік Кәусар есімді ару. Небәрі 11 жастағы жеткіншектің осы уақытқа дейін бағындырған белесі де аз емес екен. Бұл марафонға бір аптадай дайындалдық. 2 апта бойы жарыста жүрдік. Алдында мен Кентауда жарыстым. Ол жарыста 2-ші орын алдым. Спортшыларды ынталандыру үшін 3 шақырымда жеңіске жеткен атлетке 100 мың, 10 шақырымды бірінші жүгіріп өткен желаяққа 200 мың, 21 шақырымдық сайыста алғаш мәре сызығын қиған спортшыға 300 мың теңге сыйақы берілді. Айдана Омар, Әділбек Сұлтанхан, Түркістан 24.